Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен үй жағдайында осындай трибармен, қазақша айтқанда 3 түрлі неден салса жасап көрсететін боламын. Алдыменен ұнды дайындап алып, бұған комнатный температурада еріп тұрған майымды салып, тұзымды кішкене дұрыс салам, мен ана жерде көптеп болып кетті. Жылы су құйып, нан илейтін боламын. Сәл жұмсақтау қылып илейміз. Бұны үйін қандырып илеп болып, бұны салапанға салып, қойып қоямыз біраз. Нанымыз тұрғанша біз ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Міне 3 түрлі қосатындарымыз. Алдыменен асқабағымызды майдалап турап аламыз. Содан соң картошкамызды турап саламыз. Пиязымызды, ақарашкамызды бөлек, фаршымызды бөлек, бәрін дайындап алдым. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз, керегінше саламыз. Мен көз мөлшермен сала беремін. Бұған сұйық құямын кішкене. Фарштағы құймаймын, бұда май болады ішінде. Енді қамырымызды зуалап бастаймыз. Бөліктерге бөліп. Шағын ғана бөліктерге бөліп аламыз. Дөңгелетіп осындай. Бұны жайып осындай. Мен осылай түйемін. Енді асқабақтан саламын. 3 түрлі салманы бір қамырға ішіне салып түйеміз. Осылай түйіп, ана жер кішкене ашып қоямын. Тағы бірін көрсетіп жіберейін. Етімізді саламыз. Асқабақ, картошка, пиязымызды саламыз. Тауық етін саламыз, фаршымызды. Енді осылай дөңгелетіп, шетінен тарпып түйетін боламыз. Міне бәрі дайын болды. Енді бұны листімізді майлап, салып, жұмыртқа жағатын боламыз бетіне. Қызып тұрған пеште бұны пісіріп аламыз. Міне дайын. Сіздерге көмегім тиіп жатса қуаныштымын. Мені қолдап, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Рахмет сіздерге. Міне ішін ашып көрсетейін. Сошны болады бұл. Керемет іші, бәрі әдемі. Ас болсын.